Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге өзіме ең қатты ұнайтын дорамалардың ішінен 2021 жылы жарық көрген Королева Чарин дорамасы туралы айтып беремін. Я первая женщина Чусона без лифчика. Фильмнің басында біз Бонг есімді жас жігітпен танысамыз. Бонг өте талантты аспаз, және де ол оңтүстік Корея президентінің бас аспаздарының қатарына кіреді. Сол күні кешкісін Бонгқа Қытай елшісіне тағам дайындау тапсырылды. Елші балық сүйегіне қатты мән береді. Сол үшін де дайындалған тағамның ішінде бірде-бір сүйек болмауы қажет. Бұйрықты естіген Бонг бірден тағам дайындауға кіріседі. Кешкісін тағам елшіге ұсынылады. Өкінішке орай елші бірінші тілімді алған сәтте-ақ тамақтың ішінен қармақтың инесі шығады. Бұл жағдай Бонгты өте үлкен күдіктің астында қалдырады. Күзетшілердің барлығы Бонгты іздеуге кірісті. Келесі сахнада елшіге жасалған қастандықты тергеп жүрген екі полиция қызметкері Бонгтың үйіне келеді. Бонг өзінің басы бәлеге қалғандығын түсініп, балкон арқылы қашып кетпекші. Полиция қызметкерлері де жігітті барынша қолға түсіруге тырысуда. Ал су барысында Бонг абайсызда құлап кетіп, бассейнге басымен қадалады. Алайда жігіт белгісіз бір себеппен әлі де төмен қарай түсуде. Осы сәтте оның қасына бір қыз келіп, ернінен сүйеді. Осыдан кейін Бонг ұйқысынан тұрып, басқа біреудің төсегінде, тіпті басқа біреудің бөлмесінде екендігін көреді. Бонг бір нәрсенің дұрыс емес екендігін түсініп, айнаға қарай жүгірді. Айнадағы бейнесін көрген Бонг қатты таңғалады, себебі айнадағы бейне әйел болатын. Бір сәтке ойланған Бонг өзіне соққының кесірінен комада болармын деді. Бонг мән-жайды анықтау үшін есіктен шыға бергенде, өзіне ұлы мәртебелім деп тағзым етіп жатқан бір топ әйелді көреді. Шошып кеткен Бонг олардан қаша жөнелді, алайда бір сәтте төменгі жақтан бір суықтықты сезіп тоқтады. Где мои родненькие? Не стоит так делать. Родненькие, где они? Көргендерінен шокқа түсіп қалған Бонг басында өзін жыныс алмастыру операциясы үшін сатып жіберген деп ойлады. Алайда айналасына көз жүгірткеннен кейін өзінің басқа әлемге түсіп қалғандығын байқады. Сөйтіп сарайға қайта оралды. Ертеңіне ояна сала Бонг қызметшісінен қазір қай уақыт екендігін сұрайды. Осылайша ол өзінің 1851 жылда Чосон әулетінің билік құрған кезеңінде екендігін біледі. Сонымен қатар ол дәл қазір Ким Сойон есімді қыздың денесінде екендігін. Ең сорақысы да бірнеше күннен кейін қанға тұрмысқа шығу керек екендігін естиді. Оған қоса қызметші оны өзеннің ішінде ес-түссіз жатқан жерінен күзетшілер тауып алып құтқарғандығын айтты. Мұны естіген Бонг өзі мен әлгі қыздың денесі судың ішінде ауысып қалғандығын, үйге қайтатын жалғыз жол су екендігін түсінеді. Ол қызметшіге өзін сол өзенге алып баруын айтып, өзенге тағы да секіру арқылы үйге қайтпақшы болды. Алайда оның керемет секіруінің нәтижесі балшыққа батумен аяқталды. Сөйтсе, Қанның анасы қыз судан табылғаннан кейін енді суға ешкім құлап кетпеу үшін суды бір түнде жоқ қылып тастауды бұйырған екен. Жоспары орындалмай қалған Бонг енді алдынан кездескен кез келген суды үйге қайту үшін қолдануда. Ол тіпті еден жуатын суға да басын батырады, бірақ ешқандай нәтиже болмайды. Ваше высочество! Бірнеше күн өтіп, той күні де жетіп келді. Бонг ескі дәстүрлерді білмейді, әйтсе де қызметшілердің көмегімен барлық дәстүрлерді орындап шығады. Қаншайымға айналған Бонг алғашқы түнді өткізу үшін Қанның бөлмесіне шақырылды. Қорқынышты жағдайдың алдын алу үшін Бонг Қанға ішімдік ұсынып, Қанды мас қылып ұйықтатып тастайды. Ертеңіне ішімдіктің кесірінен басы ауырып оянған Бонг ешқандай тағам жей алмай, Қан аспазшысына рамьон дайындауды тапсырады. Бас аспаз тағамның бір түрлі атауын түсінбей, Бонгтың берген рецептімен тағамды дайындауға кірісті. Аспазшы бірнеше рет тағамды қайта дайындады, бірақ ешқайсысы Бонгтың көңілінен шықпады. Бірінші тағам тым пайдалы, ал екіншісі болса өте құрғақ және ащы.
Ақыр соңында бас аспаз беріліп, Бонгтан өзінің дайындауын сұрайды. Бонг аспазды қасиеттерін есіне түсіріп, тағамды өзі дайындамақшы болды. Бонг қан асханасына кіріп, қолына пышақты алған сәтте қызметшісі уайымдайды. Себебі Қаншайым кішкентай кезінен бастап ешқашан тамақ дайындамаған. Барлығы Қаншайымның асхананы шашып тастауын күтіп тұрады. Алайда Бонг барлығын таңғалдырып, көкөністерді тез әрі бірдей көлемде турайды. Ақыр соңында ол өзінің мінсіз рамёнын жасап, өз бөлмесінде рахаттана жеді. Асханаға қайта оралған бас аспаз Бонгтың қабілеттерін қызғанып, тағамның түрі әдемі болғанымен дәмі онша емес дейді. Мұны дәлелдеу үшін ол қазанның түбінде қалған тағамның дәмін көреді. Алайда аспаз тағамның бірінші тілімінен ақ дәмді екендігіне таңданып, тіпті қолындағы қасығын жерге түсіріп алды. Осыдан кейін Бонгта керемет идея пайда болады. Ол өзінің тағамдарымен Қан отбасының жүрегін жаулап алатын еді. Ал алғыс ретінде болса, Қанның анасы көлді қайтадан толтырып, Бонг үйге баратын жолды ашады. Бонг асханаға қайта оралды, бірақ Қанның қызғаншақ аспазшысы Бонгқа үлкен Қаншайымға арналған тағамды көрсетпей қояды. Бұл нәрсе Бонгтың қатты ашуына тиді, және де ол Қан аспазына кім тезірек тағам дайындай алады деген бәске кіруді ұсынды. Басында Қан аспазы келіспеді, алайда Бонг оны жеңіліп қаламын деп, қорқып жатырсың деп мазақ еткеннен кейін мәжбүр келісті. Қоңыраулар шалынды, Қан аспазы сәбізді алып ашумен кесуде. Алайда Қаншайымның қолы одан тезірек қимылдап, бір дегенде бірнеше көкөністі кесіп тастайды. Бірнеше минуттан кейін Бонгтың тағамы дайын болып, ол бірінші болып қоңырауды соғып жеңіп шығады. Ашуланған Қан аспазы тездік маңызды болғанымен ең маңыздысы тағамның дәмі дейді. Бонг бұл шартқа да сенімді түрде келісіп, Қан асханасының инспекторына екі тағамды да татып көріп, жеңімпазды анықтауды тапсырады. Инспектор бірінші қасықтан ақ Бонгтың тамағына тәнті болып, оны жеңімпаз деп жариялайды. Осылайша жарыс нәтижесінде Бонг алдағы уақытта үлкен Қаншайымның тағамдарына жауап беретін болады. Бонг жақында ие болған Қаншайым статусын пайдаланып, үлкен Қаншайымның тісі ауыратынын және де қатты тағамдарды жей алмайтынын біліп алады. Осылайша ол Қаншайым үшін жұмсақ тағамдарды дайындауға кірісті. Бонг бұрын соңды Қан асханасында дайындалмаған картоп пюресін дайындамақшы. Қан аспазы бұл жағдайдың барлығын мұқият бақылап жүр. Тағам дайын болды. Енді соңғы нәрсе оны гүлдермен безендіру қалды. Бонг өзінің дайындаған тағамына риза болғаны соншалықты Қаншайымға өз қолымен алып келеді. Әрине, үлкен Қаншайымға тағам қатты ұнайды, алайда ол егер тағам ыстық күйінде жеткізілгенде дәмі мінсіз болар еді деп айтып өтеді. Бұл сөздер Бонгты қатты ойландырып тастайды. Не істерін білмей сарайдың ішінде серуендеп жүрген Бонгқа керемет идея келеді. Бонг маталарды алып өзі тіге бастады, және де өзінің Қаншайым статусын қолданып сарай ұсталарына тағам жеткізетін қорап дайындауды бұйырды. Бұл қорап ағаштан жасалған болып, жылуды сақтап тұру үшін жан-жағынан матамен оралған болатын. Бұл уақытта Бонг көптеген дәмді тағамдар дайындады, ал қызметшілер болса жаңа жеткізу құралын пайдаланып тағамдарды үлкен Қаншайымға жеткізді. Үлкен Қаншайым ыстық әрі жұмсақ тағамның дәмінен ләззат алып, тағамды соңына дейін тауысып қояды. Ал Бонг болса өз идеясының жүзеге асқанына қуанышты. Бірнеше күннен кейін Қан барлық елдің басшыларын жинап үлкен банкет ұйымдастырды. Өкінішке орай тура осы күні Қан асханасындағы көптеген аспаздар ауырып қалады. Мұны байқаған Бонг банкеттен білдірместен шығып кетіп, аспаздарға көмектесуді шешеді. Ол Қан асханасында керекті заттар жеткіліксіз екендігін көрді. Бас аспаз оларға кеше жеткізілуі керек болған азық-түліктің келмегендігін айтады. Азық-түлік аз болғандықтан Бонгқа өзінің қабілетін пайдаланып ең тиімді шешім қабылдауға тура келеді. Қаншайым өз қызметшілерімен бірге картопты ашып, оны ағашқа орап, майға салып пісіру арқылы қытырлақ картоп жасап шығарады. Қонақтар бірінші көргенде тағамды қатты ұнатпайды, өйткені олар Қан асханасынан керемет тағамдарды күтетін еді. Алайда олар бұл ерекше тағамның дәмін татқан кезде көздері жайнап кетеді. Бонгтың екінші тағамды дайындауы қиынға соқты, өйткені Қан асханасында ет жоқ болатын. Бірақ ол тағы да өзінің тапқырлығын пайдаланып бұршақ арқылы
арқылы томат соусындағы вегетариандық бургер дайындайды. Бонг өзінің тапқырлығына риза және де жаңа тағамға Макдональд атауын берді. Екінші тағамда бірінші тағам секілді қонақтардың көңілінен шығып жатыр. Енді ең соңғы тағам ретінде Бонг ерекше желе десертін дайындады. Ол желе таяқшаларына арнайы тілектер жазып, бұл тағамды сәттілік желесі деп атады. Осылайша желені таусып жегеннен кейін сіз өзіңізді алда не күтіп тұрғанын біле аласыз. Қонақтар десертті соңына дейін таусып жеп, өздерінің сәттіліктеріне қуана бастайды. Басындағы сәтсіздікке қарамастан, Бонгтың қабілетінің арқасында банкет қитқа айналды. Банкетке қатысып, Бонгтың қабілеттеріне таңданған үлкен қаншайым ақыр соңында одан алғыс ретінде не қалайтынын сұрайды. Бонг ойланбастан көлді қайтадан толтыруды сұрады. Үлкен қаншайым Бонгтың тілегін қабылдап, қызметшілерге көлді қайтадан толтыруды бұйырды. Өкінішке орай қазір 19 ғасыр және де суды тез толтыратын құрылғылар жоқ. Қызметшілер ағаштан жасалған шелектермен су тасуда және де процесс өте баяу. Өйткені қызметшілер суды орталық құдықтан алып келем дегенше қатты шаршайды. Бұл нәрсе Бонгты қатты ашуландырады және де ол жаңа метод ойлап табады. Осылайша Бонг қызметшілерге бір орнынан қимылдамай суды бір-біріне беру арқылы жеткізуді айтты. Адамдар жаңа методқа риза, ол жеңіл әрі жұмысты тездетеді. Олар бар күштерін салып жұмыс жасауда, ал Бонг болса бұл ұзақ процесті бақылап жүр. Осылайша арадан бірнеше күн өтті, бірақ көл әлі де толар емес. Бонг күтуден шаршап мұңайып кетті. Бірақ бақытқа орай қатты жауын басталып, көлді толтыруға көмектесті. Бонг ауа райының өзгеруіне қуанғаны соншалықты жаңбыр астында билей бастайды. Бірнеше сағаттан кейін көл толықтай суға толды және де Бонг көлдің жағасына келіп тасқа өз есімін жазды. Осыдан кейін ол фильмнің басындағыдай көлге секіріп бата бастайды. Бонг оянған сәтте өзінің ауруханада жатқандығын және де қасында ұйықтап жатқан полиция офицерін көреді. Бонг оның телефонын алмақшы болған кезде офицер оянып кетіп, оны қуа жөнеледі. Бонг аурухананың терезесінен секіріп, олардан қашып құтылып, бірден кітапханаға қарай жол тартты. Ол Чосон әулеті басқарған сәттегі кітапты тауып алып, өзінің тарихтың бір бөлігі болғандығына қатты қуанды. Осы сәтте полиция қызметкерлері келіп қалды. Бонг тағы да қашуға тырысты. Алайда полиция қызметкерлері оны тұтқындау үшін келмеген еді. Бонгтың уақыт аралығына жасаған саяхатының арқасында тағам өзгертілген болатын. Енді оны полиция қызметкерлері іздеп емес қорғап жүр, өйткені ол үлкен лауазымдағы шенеуліктің жемқорлығын ашқан болатын. Осыдан кейін Бонг бұл мәліметтердің шынайы екендігін біледі, өйткені тарих және қазіргі күннің оқиғалары өзгерген болатын. Фильм Бонг көшенің ортасында тұрып өткен шақтағы кішкене өзгерістің өзі болашаққа үлкен әсер ететіндігі туралы айтқан сөзімен аяқталады. Осымен тәмам достар, егер осындай видеоларды көбірек көргіңіз келсе, осы видеоға лайк басып, каналға тіркелу арқылы қолдау білдіруді ұмытпаңыз. Және де ескертіп айтып кететін жайт, бұл драма 16 бөлімнен тұрады. Негізінде драмада басқа тақырып қозғалған, және де оның ішінде қаншайым мен қанның махаббаты туралы да айтылады. Біз драманың тек қана аспаздыққа қатысты бөлігін баяндап бердік. Және де бұл драма мен үшін комедиялық жанрда түсірілген драмалардың ішіндегі ең жақсылардың қатарына кіре алады. Сол үшін де сізге егерде уақытыңыз болып жатып комедиялық жанрда драма іздесеңіз, осы драманы толықтай көріп шығуға кеңес беремін. Айтпақшы, сонымен қатар әдеттегідей фильмді комментарийда 1-ден 10-ға дейін бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.